Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгін Milka десертін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіз. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып өзіңізге сақтап алыңыз. Ең алдымен жұмыртқамызға шым-шым тұз салып, ақырын жылдамдықпен миксерлей бастаймыз. Қантымызды біртіндеп салып, миксердің жылдамдығын әр минут сайын көбейтіп отырамыз. Осылай көлемі 2 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Одан соң бөлек ыдысымызға какао, су, сұйық майды қосып араластырамыз. Массамыз осындай еріген шоколад тәрізді болып қалады. Одан соң жаңағы какао массамызды жұмыртқамызға қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнымызға қопсытқыш қосып араластырамыз. Ұнымызды екіге бөліп біртіндеп салып, астынан үстіне қарай жұмыртқалы массамызды басып алмай араластырамыз. Пергамент төселген табамызға құйып жақсылап тегістеп аласыздар. Bir жағы қисық, bir жағы қалың болып шықса, дұрыс піспей қалады. Сондықтан дұрыстап жақсылап тегістеп алыңыздар. Ендігі кезек кремімізді дайындаймыз. Салқын сүт, кесекер, ұн, крахмал, сары уызымызды қосып, отқа қойып араластырып тұрып қайнатамыз. Осындай масса шығуы керек. Одан кейін ақ шоколадты салып, ерігенше араластырамыз. Кремімізді басқа ыдысқа салып суытамыз. Суытпай тұрып, сары майды салып ертіп аламыз. Одан кейін бетін осылай жауып суытамыз. Ендігі кезек глазурымызды дайындаймыз. Шоколадқа сливкіге құйып араластырып, газде қойып қайнатып аламыз. Салқын сливкімізді жақсылап миксерлеп аламыз. Сливкіге ештеңе қоспай өзін миксерлейсіз. Одан кейін жаңағы суыған кремімізді алып, сливкиді үстіне салып, жайлап біркелкі болғанша араластырамыз. Коробканың размеріне байланысты кождарды осылай кесіп аласыз. Ең бірінші коробкамыздың ішіне осылай кремді құйып аласыз. Содан кейін бисквитімізді саламыз. Қалауыңызша карамель қоссаңыздар болады. Начинкісіне банан салсаңыздар да болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Үстіне одан кейін орех қосамыз. Тағы да кішкене карамель қосамыз. Үстіне жаңағы дайын болған кремімізді саламыз. Үстіне шоколад құямыз. Осымен Milka десертіміз дайын. Баршаңызға ас болсын. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып өзіңізге сақтап алыңыз. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Мейрамбек.